Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін кешкі асқа осындай керемет тағам ұсынамын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып қолдап өтіңіздер. Ең алдымен бізге осындай керек заттарымызды дайындап аламыз. Картоп, сәбіз, пияз деп айтамыз, жуа деп дейді кейбір өңірлерде. Томат пастасы, қара бұрыш, тұзымыз және де фрикадельки. Бұл жерде фрикадельки мен өзім дайындап қойған, қатырып қойған фрикаделькимін. Ең алдымен заттарымызды осылай турап аламыз. Пиязымызды, яғни жуамызды осылай ортасынан бөліп, тағы да жіңішке етіп турап аламыз осылай. Сәбізімізді де алып, ортасынан бөліп, және 3 бөлікке бөліп, бұны да 4 бұрышта етіп турап аламыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша әрине, мен кішкентай болған қалаймын. Сәбізді дөңгелекше етіп, немесе жартылай қылып турасаңыздар да болады. Мінекей барлығын осылай 4 бұрышта етіп турап алдым мен. Егер сәбізін көбірек қаласаңыздар, көп сәбіз қоссаңыздар да болады. Маған бір сәбіз жеткілікті. Енді картопымызды да кішкентай ғана 4 бұрышта етіп турап аламыз. 2 картоп қостым бұл жерде мен. Сіздер көбейтсеңіздер де болады әрине. Мінекей заттарымыздың барлығын осылай турап алдым алдын ала. Бізге керек осы заттарымыз: томат пастасы, қара бұрышымыз, тұзымыз. Табамызды осылай қыздырып қойып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде менде фрикадельки қатырып қойған, өзімдікі. Өзім жасап алдын ала қатырып қоямын. Кейде асығыс кезде осындай тағам жасай саламын. Фрикаделькидің рецептісін алдағы видеоларды түсіріп қойып қоямын. Сол жерден көре аласыздар. Майымызды қыздырып алып, отымыздың астын қаттырақ қоямыздағы. Осылай қызып тұрған майымызға фрикаделькимізді кішкене ғана қуырып аламыз. Егер сіздерде тефтели болса да болады әрине. Бұл кешкі асқа үйдегі бар заттармен жасалған кешкі ас бұл. Ол әрине маңызды емес. Менде фрикадельки болғаннан кейін қуырдым. Немесе сіздер сиыр етін қоссаңыздар да болады. Мінекей осылай қуырып алдық. Сосын өзінің майына үстінен осылай пиязымызды салып, бұны да қызарғанша қуырып аламыз. Отымыздың астын қаттырақ қоямыз. Бұл тағам әсіресе асығыс кезде жасауға болады. Тез пісетін тағам бұл. Енді сәбізімізді үстінен салып, бұны да кішкене ғана қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Және үстінен біраз қасық томат пастасын қостым. Қуырып алып, үстінен 1,5 кесе су құйдым. Кесе дегеніміз, яғни тамақ құятын кесе бұл жерде. Енді үстінен туралған картопымызды саламыз. Және де жарты шай қасық тұз қостым. Сіздер дәміне қарай көрерсіздер, өйткені фрикаделькидің тұзы бар бұл жерде. Сосын жартыға жетпейтін шай қасықпен қара бұрыш қостым. Сосын 3 лавр жапырағын қостым. Және де бетін жауып қойып, бір қайнатып аламыз тұздығымызды. Ал гарниріне мен бұл жерде картоптарымызды ашып, жуып тазалап, осылай жарты шай қасық тұз қосып, салқын су құйып, газымызға қойып қойдым. Бұны бір қайнатып аламыз да, астын жаймен қойып, жай отта қайнап піскенше қойып қоямыз. Сосын тағы да кішкене макарон қосамын дедім. Өйткені үйдегілердің қалауы әртүрлі. Макаронға да суды дайындап қойдым алдын ала, қайнап тұрсын деп. Мінекей біздің тұздығымыз осылай қайнап 15 минут, 20 минуттай тұрды жай отта. Сосын үстінен осындай қызарған фрикаделькимізді салып, астын жай қойып қоямыз. Бетін жауып, жарты сағаттай бетін жауып қойып қоямыз. Кез келген ас көктерін пайдалансаңыздар болады. Мен алдын ала осылай ас көгімізді қосып дайындап қойдым, өйткені дәм беруші, иіс беруші. Мінекей менде макаронымызға суымыз қайнап тұр, ал пюремізге жаймен отта пісіп тұр. Осылай
Пюреміз пісті. Ыстық күйінде суын төгіп аламыз да, үстінен сары май, сүтімізді құйып, миксермен жақсылап араластырып алдым. Егер сіздерде картоп езетін болса, сонымен пайдалансаңыздар да болады, немесе шанышқымен де пайдалансаңыздар болады. Маған миксер оңайырақ, сол себепті де миксермен мен жақсылап араластырып алам. Егер тұзы сіздерде сәл аздау болса, кішкене қоссаңыздар болады. Дәміне қарай. Осылай арасында түйіршік қалып кетпеу үшін, арасын әдемі болу үшін ұзағынан миксерлеп алу керек. Сонда пюреміз біздің өте нәзік болады. Мінекей, өте жұмсақ болды, нәзік болды. Міне біздің макаронымызды да қайнаған суға пісіріп алдым. Оны салқын сумен шайып тастау керек макаронды. Енді тарелкамызға осындай пюремізді салып, макаронымызды салып, үстінен жаңағы пісіп тұрған тұздығымызды құямыз. Кешкі асқа керемет бұл. Барлығы сүйсініп жейді. Кешкі асқа бұл керемет және оңай жасалады. Қарапайым ғана, үйде барлығы табылады бұның. Фрикаделькенің орнына сіздер ет қоссаңыздар да болады негізінде. Дәмі ерекше болады. Қолжетімді заттар, оңай әрі тез дайындалатын тағамдардың бірі. Кешкі асқа осылай ұсынсаңыздар, керемет ас болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.